айдағаны 5 ешкі ысқырығы деп тұрып жер жаратын болса, менде де ондай кент бар. Мынада да ондай кент бар. Мына бәрінде сондай кенттер бар. Көтіңді қыз. Бастаймыз. Ау! Бастаймыз. 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 Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен бірге дүкен. Егер де сіздің кентіңіз ішлей өкпелегіш, өзіне көп алатын, бірақ қолынан дым келмейтін болса, бір сөзге тақалып, 15 күннен 7 жылға дейін ренжіп жүретін болса, бар жақсылығыңды ұмытып, бір қателігіңді асыра айтатын болса, сені қолдағандардың еш қайсысын жақтыртпай жек көретін болса, сөз бермей, тек өзің ғана тыңдайтын болса, ақ қағазды көрсетсең, ақшаға қадап кететін болса, болмайтын істерге бола, қораға сені кіргізіп кететін болса, айдағаны 5 ешкі ысқырығы деп тұрып жер жаратын болса, мені тыңдашы, мен сені түсінемін. Менде де ондай кент бар. Мынада да ондай кент бар. Мына бәрінде сондай кенттер бар. Бір түрлі өзі. Қалай ондай адамдармен араласып өмір сүруге болады негізі жалпы? Көтіңді қыз. Мына инновациялық технологиясы мықты, құлаққа жағымды, құлақ қапты, анау бәлеге сыйла. Көтіңді қыз. Осыны кисе, тек өзі естігісі келген сөзді ғана естиді. Және де сенің сөзіңді өзіне жағымды еткізіп жеткізеді. Көтіңді қыз. Мысалға менің көршім күнделікті осы құлаққапты пайдаланып, өзінің өмірін жақсартты. Ешкімге ренжімейді, бір-бірін блокқа тығып тастау деген нәрсе жоқ. Аспандары ашық, шөптер жасыл, құстар сайрап тұр, бәрі керемет. Себебі осы құлаққаптың арқасында ол тек өзінің естігісі келген сөзді естіп жүр. Әрине, мүмкін сені өз ойыңды естімеу қынжылтып мұңайтатын шығар, бірақтан сендердің отношенияларың идеальный. Тек бүгін көтімді қыстың промокодымен 50% жеңілдік. Құда тыныш болса, құда тыныш емес пе?